Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Қазақ әдебиеті 11-ші сынып. Қоғамдық гуманитарлық бағыт. Қазақ мектебі 4-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы Сәкен Сейфуллин «Сыр сандық» өлеңі. Мақсаты: автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясымен байланысын айқындау. Көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету. Балалар, өзімізге белгілі Сәкен Сейфуллин «Сыр сандық» өлеңімен таныспыз. Бірақ дегенмен тағы да мен басын бастап оқып берейін, ары қарай өздеріңіз жалғастырып оқып шығыңыздар. Сыр сандық. Шыр қайналар шіркін тауып, жемің болса қолында. Қайдағысы сені тауып, топырлайды жолында. Досыңмын деп ант береді, жем іздеген жанама. Жем таусылса, жалт береді, сенерлік дос санамас. Нағыз достар бірақ қалып, шыңдап беріп сүйіскен. Бір-біріне сырақ сарып, сыр түйін зүйіскен. Әр адамның ішкі сыры беріп қойма сақталған. Сол қойманың бір түкпірін достың досақ ақтарған. Кейде ашуға сол түкпірді іздейді жан жақынын. Шертеді жан сырлы жырды, сырлас жанын шақырып. Ары қарай балалар, өздеріңіз жалғастырып оқып шығыңыздар. Оқып шықтық, өлең бізге таныс. Сыр сандық өлеңі бұл Сәкеннің көңіл күй лирикаларының ішінде адамға адамның достығы мен ар тазалығының нәзік сырларын шерткен қазақ поэзиясының шоқтығы биік шығармасы. Сәкен лириканы тек сезімді жырлаумен шектемей, оған азаматтық әуен, ойлы мазмұн дарытып, жаңа мүмкіндіктерін ашты. Қазақ лирикасының үздік үлгілерін тудырған ол ізгі де сұлу сезімдердің, айнымас достық пен махаббаттың шабытты жыршысы болды. Балалар, жан сұлу дегенді қалай түсінесіңдер? Иә, Сәкен Сейфуллин лирикалық кейіпкер, өлеңдегі ішкі сезімін, көңіл күйін білдіретін ақынның өз бейнесі, жиынтық образы деген екен. Және лирикалық өлеңде кейіпкер бұл ақынның өзі болып табылады. Ары қарай осы лирикалық кейіпкерге байланысты біз Сыр сандық өлеңіндегі лирикалық қаһарманға мінездеме беруіміз керек. Ол тапсырма мынандай: Сәкен Сейфуллиннің Сыр сандық өлеңіндегі сипатталатын лирикалық қаһарманға мінездеме беріңіз. Автордың айтқысы келген идеясын анықтаңыз. Бұл тапсырманы орындау барысында дескрипторға назар аударайық. Лирикалық қаһарманға тән мінезді анықтайды. Автордың ойын өлең идеясымен байланыстырады. Келесі тапсырма: кесте толтыру. Бұл төмендегі кестені толтырып, өз ойларыңызды білдіресіздер. Басты кейіпкер психологиясы қалай көрініс табады? Автор қандай сезімдерін алдыңғы орынға шығарған? Шығармадан үзінді. Досыңмын деп ант береді, жем іздеген жанама. Жем таусылса жалт береді, сенерлік дос санамас. Нағыз достар бірақ қалып, шыңдап беріп сүйіскен. Бір-біріне сыр ақтарып, сыр түйін түйіскен. Шыққанбыз дос шыңға талай сырды ойланып. Ақтарарлық алтын сарай қойманы. Балалар, осы шығарма берілген үзіндіге қандай сұрақ туындайды? Соны жазамыз. Келесі өздерің ойларыңды білдіресіңдер. Келесі тапсырма:
филі толтыру әдісі арқылы Сәкен Сейфуллиннің сыр сандық өлеңі бойынша кейіпкерлерге талдау жасаңыз. Ф. Шығармадан кейіпкер бейнесі ашатын деректі жинау. I. Кейіпкер туралы өзінің ой пікірі. Л. Кейіпкер тұлғасын ашатын сұрақтар. А. Автордың кейіпкер суреттеуді қолданған тәсілі. Осы талдау әдісі арқылы мына кестені толтырамыз. Деректер, ойлар, сұрақтар, іс-әрекеттерін. Кестені толтыру барысында дескрипторға назар аударайық. Шығармадан кейіпкер бейнесін ашатын деректер келтіреді. Кейіпкер туралы өзінің ой пікірін жазады. Кейіпкер тұлғасын ашатын сұрақтар қояды. Автордың кейіпкерді суреттеуде қолданған тәсілін анықтайды. Балалар, сонымен Сәкен лирик ақын. Өлеңдерінің көбін елдегі жаңалықты бейнелейтін азаматтық пафосқа құрғанмен, Сәкен қазақ поэзиясындағы көрнекті лирик ақындардың бірі болып саналады. Сәкен лирикасы тақырыптық және жанрлық сыр-сипат жағынан әралуан. Ол туған өлкенің бай табиғатын, жастық махаббат сезімдерін, көңіл-күй әсерлерін бейнелейтін көптеген сыршыл өлеңдер қалдырды. Солардың бәрінде ақын адамның ішкі сезім байлығын терең ашуға, сол негізде жаңа қоғамдық қарым-қатынастардың қалыптасуын көрсетуге ұмтылады. Адамның көңіл-күйін әлеуметтік ортаның шындығымен байланыстыра суреттеу Сәкеннің алғашқы лирикалық өлеңдерінде де мол байқалады. Ендеше балалар, сабақ аяқталуға жақындады. Енді кері байланыс жүргізіп жүрейік. Қ әдісі бойынша. Маған қызық болды, не құнды болды, және не қиын болды. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.